Гиннестің рекордтар кітабы адамдар мен жануарлардың рекордтық жетістіктері, керемет табиғат құбылыстары, шоу-бизнестің, бақ пен мәдениеттің көрнекті жетістіктері туралы ақпаратты ашатын жыл сайынғы нұсқаулық. Бүгін мен сіздерге осы Гиннес рекордтар кітабына енген ақылға қонбайтын рекордтарды айтып беремін. Ең үлкен адам доминосы қай жақта болды? Әрине, өндірісі мен халқы ең көп Қытайда. Осы рекордтың алдында ақш-тағы Мэриленд штатында 1200 адаммен 13 минут 38 секундта рекорд орнатылған болатын. Оны Қытайдағы Хубэй провинциясынан Ухань қаласында Аид Групп таңғаларлық 2016 адаммен ең үлкен адам матрасы доминосының әлемдік рекордын 14 минут 47 секундта құлатты. Пенг қатысты. Домино құлағаннан кейін ұйымдастырушы компаниялар су тасқынынан зардап шеккендерге көмектесетін жергілікті қайырымдылық қорына 300 матрасты сыйға тартты. Екі қолмен жүретін ең жылдан адам Сион Кларкпен танысыңыз. Ол кәсіпкер, мотивациялық спикер, актер, автор және бірнеше атлетті спортшы. Бірақ ол тізімге тағы бір жаңа мақтау қосты – рекордшы. Сион 2021 жылдың 15 ақпанында ақш-тың Огайо штатында бұрынғы орта мектебінің спорт залында қолмен ең жылдам 20 метрге жүгіруге әрекеттенді. 20 метрді екі қолмен небәрі 4,78 секундта жүгіріп өтті. Сион Кларк: "Мен мұны білмей тұрып, мен мәрге сызығын кесіп өттім. Ресми таймер 4,78 секундты көрсеткенде денемді эйфория билеп кетті" деген екен. Өз жолында қорқуды, психикалық зорлық-зомбылықты, жетім болғандықтан үйлерде жеткіліксіз тамақтандырғанын бастан кешірді. Осы қиындықтарға қарамастан әрқашан үмітін үзбей Гиннес рекордына кірген. Гиннестің рекордтар кітабына жыл сайын ену үшін өздеріне қиыншылық қоя отырып, голландиялық велоспорт ұйымының мүшелері Миджел Ван Марес Веркплайк ұзындығы таңғажайып 35-79 метр болатын әлемдегі ең ұзын велосипедті жасады. Велосипед жүру үшін оны алдынан және артынан екі адам басқаруы қажет. Дегенмен, бұл шын мәнінде жұмыс істейтін тек екі дөңгелегі бар және тұрақтандырғыштары жоқ нағыз велосипед. Топтың жетекшісі Фрэнк Белт велосипедпен жүру өте оңай екенін айтты, бірақ ешбір бұрышқа бұрылуға болмайды деген. Римдегі La Notte dei Record бағдарламасы. Мына бала шынымен де мықты екен. Кейбір адамдар екі нәрсені бір уақытта орындауға қиналады. Ал бұл бала небәрі 5 минут 2,43 секундта 3 кубик Рубикті жонглировать етіп, түгелмен құрастырып шыққан. Өздеріңіз тамашалап өтіңіздер. Топ фейт, шаштың бір түрі. Американдық модель Бенни Харлем өзінің таңғажайып шаштарын басына тік етіп қойып, 2018 жылы Гиннестің рекордтар кітабына топ фейт шаш үлгісінде рекорд жасаған. Шаштың ұзындығы 52 сантиметр. Осы шаш үлгісін мінсіз ету үшін модель кейде 2 сағат бойы шашын пішіндеп біріктіреді. Сіз 0,8 секундта не істей аласыз? Меніңше, тек көз жұмып үлгере аласыз. Мына таңғажайып кадрлар германиялық инженер Альберт Бир жасаған машинаның кубик Рубикті шешетін ең жылдам жаңа робот екенін дәлелдеді. Ол әйгілі қиын пазлды бар болғаны 0,887 секундта шешіп, алдыңғы рекордты жасаған роботының уақытын 0,9 секундқа жаңартты. Адам бұл кубикті ең тез дегенде 4,9 секундта құрастырған. Сондықтан 0,8 секунд деген көрсеткіш шынымен де таңғажайып. Ұлыбританиядан шыққан Гарри Тернер 20 жылдан астам уақыт бойы әлемдегі ең созылатын терге ие болды. Ол Ұлыбританиядағы Prime Time телеарнасында жүргізуші Ян Райтпен сөйлесіп, өзінің кейбір созылу дағдыларын көрсетті. Терінің соншалықты созылуына себеп сирек кездесетін Эхлерс-Данлос синдромы. Осы ауруға байланысты ол асқазанындағы теріні ешқандай ауыртпалықсыз 15-8 сантиметрге ұзындыққа соза алады.
Сондай-ақ терісінің созылуы ауыртпағанымен, буындары оның сирек кездесетін жағдайының ең ауыратын жері екенін айтқан болатын. Таңғы асқа алтын қосылған сэндвич жеп көрдіңіз бе? Нью-Йорктегі Serendipity мейрамханасы ең қымбат сэндвич жасап, Гиннестің рекордтар кітабына енді. Сэндвичтің аты квинтэссенциалды гриль ірімшік, $214 сатылады. Мейрамхананың шығармашылық аспазшысы Джо Кальдерон эксклюзивті және экстравагант ингредиенттері қатарына 24 каратты жеуге жарамды алтын үлпектерінен жасалған француз наны, ақ трюфель майы және өте сирек кездесетін сосиасавало подолико ірімшігі кіреді. Содан кейін сэндвич хрусталь тәрелкесінде оңтүстік африкалық амардан жасалған тұздық ретінде беріледі. Сэндвичке 48 сағат бұрын тапсырыс беру керек. Себебі бұл ингредиенттердің барлығы сіздің тапсырысыңыз үшін арнайы ұшып әкелінеді. Сіз өрмекшіден қаншалықты қорқасыз? Мына чили раушан тарантулынан ше. 2010 жылы Даниэл Джовановскийдің үстінен 30 секунд бойы осы чили раушан тарантулының 200-ді жүрген болатын. Чилилік раушан тарантулы жай ғана үй жануары саналады. Негізінен өрмекшіден қорықпайтын болсаңыз, бұл өте оңай Гиннес рекорды десек те болады. Алайда 2012 жылдан бастап жануарларды қорғау мақсатында бұл рекордтарды енді ешкім санамайды. Аспан бейнесінде осындай ғажайып нәрсені көргенде қандай күйде болар едіңіз? Осындай шоуды көрсетіп, Гиннес рекордына кіру үшін Қытайдағы Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology компаниясы 3051 дрон қолданған. Лего ойыншығы әр үйде болған шығар. Лего компаниясы өзінің 1 жыл бұрын қойған рекордын жаңартып, Италиядағы Миланда 35 метрлік биіктіктегі құрылысты салды. Және оны аяқтау үшін шамамен 550 мың Лего кірпіші қажет болды. 5 күндік іс-шарада 18 мың құрылысшы осы рекордты жаңартуға үлес қосты. Және мұнараны 50 мыңнан астам көрермен тамашалады. Мұнараның биік болған сонша, танымал итальяндық журналист Алессандро Кателлан соңғы тарих кірпішін қою үшін кранмен көтерілуге мәжбүр болды.